Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddamatul Ajrumiyya атты араб тілі синтаксисі кітабынан дәріс жалғастырудамыз. Соның ішінде мансубат тарауында етінбіз тамиз тақырыбын оқып жатқан жайымыз бар. Алдыңғы екі дәрісте тамиздің не екендігін және де тамиздің түрлерін, олар қанша түрге бөлінеді деген сияқты мәселелерді айтып өткен болатынбыз. Бүгін болса тамиздің иғрабы жайында сөз етсек деп отырмыз. Бұл мәселе кітапта егжей-тегжейлі айтылмаған, дегенмен де қосымша мәлімет ретінде біле жүрген артық болмайды. Өткен дәрісімізде тамиздің түрлерін айттық дедік. Тамиздер өзінің мумайязына қарай, яғни тамизді айқындаушы мүше дейтін болсақ, мумайязды айқындалған сөз десек болады. Тамиздің айқындаған сөзі. Сол мумайязына қарай тамиздер екі түрге бөлінеді. Біріншісі мальфуз, яғни тілге алынған немесе жеке дара сөзден құралған тамиз, және тамизул мальхуз, басқаша атауы тамизул жумля, яғни сөйлем тамизі. Тамизул мальфуздар, бұлар өз ішінде әсмаул уазн, яғни салмақ өлшемдері, әсмаул кайл, көлем мөлшер өлшемдері, әсмаул масаха, қашықтық, ара қашықтық өлшемдері, және әсмаул адад, сан есімдері болып бөлінеді дедік. Енді бүгін тамиздің иғрабы жөнінде сөз қозғап өтсек дейміз. Иғраб деген не еді? Иғраб деген әлде бір сөздің сөйлемде алған грамматикалық орнына қарай соңғы әріпінің жай күйінің өзгеруі. Яғни фатхаға өзгеруі, даммаға өзгеруі, немесе касраға өзгеруі, сукунға өзгеруі деген сияқты. Міне соны біз не дейді екенбіз? Иғраб дейді екенбіз. Фатхалы сөзді біз мансуб дейміз. Даммалы болса марфу дейміз ол сөзді. Касрал болса мәжрур, сукунды болса мәджзум деген сияқты атаулары бар еді. Міне осындай өзгерістерге өзгеруді, әлде бір сөздің осылайша соңғы харекесінің немесе ол кейде соңғы әріпінің жай күйінің өзгеруін не дейді екенбіз? Иғраб дейді екенбіз. Ендігі айтайын деген мәселеміз сол сөйлемде тамиз болып келген сөздің иғрабы жайында. Біз өткен дәрісімізде бірнеше рет айттық, тамиз сөздер көп жағдайда фатхалы болып келеді дедік. Мысалы, иштарайту ашрина қаламан деген сияқты. Бірақ кейде касралы болып та орын алатын кездері болады. Нақтырақ айтқан кезде мумайяздар, яғни айқындалған сөздер, тамиздің алдында келетін айқындалған сөздер, егер әсмаул уазн болса, яғни салмақ өлшемдерінен болса, немесе әсмаул кайл есімдері болса, оны көлем өлшемдері дейміз. Әсмаул масахати, яғни ара қашықтық есімдері болатын болса, оны біз ара қашықтық өлшемдері дейміз. Ұзындық, ара қашықтық. Міне осы үш түрдің бірі болып келетін болса мумайяздар, онда одан кейін келген тамиз сөздерді фатхалда оқуға болады, касралда оқуға болады. Яғни тамизул уазнды, тамизул кайлды және тамизул масаханы мансуб күйінде де, мәжрур күйінде де касралы оқуға болады. Енді фатхалы оқылатындығы бізге белгілі, ал касралы қалай оқимыз? Касралы юджарру бил идафати ау бимин деп айтылады кітаптарда. Мумайязына тіркестіріліп мудаф илейх қылып касра оқуға болады тамизді, немесе тамиздің басына мин харфы жарын жалғап, осылайша жар маджрур ретінде касралы оқуға болады. Мысалы, шарипту ритлан лабанан. 500 грамм сүт іштім. Яғни жарты литр сүт іштім. Міне осы айтылған мысалда лабанан сөзі тамиз. Оның алдындағы ритл сөзі болса мумайяз, яғни айқындалған сөз. Бұл исмул уазннан болып саналады, салмақ өлшемінен саналады. Енді осы мысалдағы лабанан сөзін біз, яғни тамиз сөзін біз лабанан деп те фатхалы мансуб оқи аламыз. Немесе ритла лабанин деп мудаф илейх қылып оны касралы оқи алады екенбіз. Бұл мысалда мумайяз болып саналатын ритл сөзіне тіркестіріп, мудаф илейх қылып, жаңағыдай тамизді касралы да оқи алады екенбіз. Мысалы, шарипту ритла лабанин. Біріншісі шарипту ритлан лабанан дедік. Енді мудаф илейх қылып, шарипту
ритла лабанин деп осылайша мудоф илейх қылып касралы оқи алады екенбіз тәмизді. Немесе ритлан мин лабанин деп те басына мин харфы жарын жалғап солай касралы да оқи алады екенбіз мажрур ретінде. Мысалы шарипту ритлан мин лабанин. Мына осылай тәмизді үш жағдайда оқуға болады екен. Бұл уәзінға мысал, яғни салмақ өлшеміне мысал. Енді кайлға мысал келтірер болсақ, шарипту кубан маан. Бір стакан су іштім. Бұл мысалдағы тәмиз сөз мә сөзі, яғни су сөзі. Маан бір стакан іштім, неден іштім? Судан іштім. Куб сөзі болса, яғни стакан сөзі болса, исмул кайл. Және бұл маф'ул бихи, сондықтан мансуб оқылып отыр. Яғни бұл мысалда мумайяз куб сөзі. Енді осы мысалдағы тәмиз болып саналатын мәән сөзін біз шарибту куба мәин деп мумайязына тіркестіріп, мудоф илейх қылып та касралы оқи алады екенбіз. Шарибту куба мәин. Бұл жерде мәин тәмиз касралы болып отыр идофамен. Немесе мә сөзіне, яғни тәмиз болып саналатын мә сөзіне, су сөзіне мин харфул жарын жалғап басына, осылайша жар мажрур ретінде оқысақ та болады касралы. Шарипту кубан мин мәин. Міне осылайша басына мин харфы жарын жалғап касралы да оқуға болады екен. Енді масахаға мысал келтіретін болсақ, биату зираан хариран. Жарты метр жібек мата саттым. Зира деген 50-60 сантиметрлік ұзындық өлшемі араб тіліндегі. Биату зираан хариран. Жарты метр жібек мата саттым. Осы айтылған мысалда хариран сөзі тәмиз. Зираан болса мумайяз, яғни айқындалған сөз. Және бұл ұзындық арақашықтық өлшеміне жатады, яғни масахаға жатады, асмаул масахадан. Енді осындағы тәмизді біз биату зираан хариран деп фатхалы оқи алатын сияқты, оны біз мумайязға, яғни зираан сөзіне тіркестіріп, биату зираа харирин деп мудоф илейх қылып, харекесін касра жасай алады екенбіз. Биату зираа харирин деп. Немесе харир сөзінің, яғни тәмиз болып, бұл мысалда тәмиз болып келген харир сөзінің басына мин харфул жарын жалғап, осылайша касралда оқуға болады. Биату зираан мин харирин деп. Мына бұл жерде тәмиз сөзінің басына мин харфул жарын жалғау арқылы не істедік? Мажрур, яғни касралы күйінде оқыдық. Демек, араб синтаксисінде, соның ішінде тәмиз тақырыбында уәзін, яғни салмақ өлшемдерінің тәмиз сөзін, кәйл, көлем мөлшер өлшемдерінің тәмиз сөзін, немесе арақашықтық өлшемдерінің тәмиз сөзін, яғни масаха, тәмизул масахана, фатха мен мансуб оқуға да болады, немесе ан яджурра бил идафати, мумайязына тіркестіріп, мудоф илейх ретінде касра оқуға болады, яки басына мин харфы жарын жалғап, осылайша мажрур күйінде касра оқуға болады екен. Қай жағдайларда? Үш жағдайларда. Уәзін, тәмизул уәзінда, және тәмизул кайлда, және тәмизул масахада. Міне осы үш жағдайда тәмиздер, тәмиз сөздер, айқындаушы сөздер фатхалда оқылуы мүмкін, касралда оқылуы мүмкін. Касраны қалай жасайды екенбіз? Мумайязына тіркеу арқылы мудоф илейх қылып тәмизді касралы оқуға болады. Бағана айтып өткендей биату зираа харирин деп. Немесе басына, тәмиздің басына мин харфул жарын жалғап, осылайша оны касра оқуға болады екен тәмизді. Биату зираан мин харирин. Міне осындай касралы оқитын жағдайларда бар екен. Енді тәмиздің иғрабы бұнымен тоқтап қалмайды. Тәмиздің кейде иғрабы өзгеретін тағы бір жағдай бар. Ол жағдай асмаул адад, мумайязы асмаул адад болып келген кезде. Басқаша айтқанда, асмаул ададтың тәмизі, сан есімдердің тәмизі, олының да өзінше сол мумайяз болып келген санға қарай өзгеріске ұшырайды.
Тек қана иғрабы ғана өзгеріске ұшырамайды, кей сандарға қарай тамиздың қалыбы да өзгереді. Яғни жекеше түрден көпше түрге өзгеруі мүмкін. Кейде кәсіралы, кейде әйел тегі, ер тегі болып сол алдындағы сан есімге қарай бұл да солай өзгеріп отырады. Ол жайында Құда қаласа келесі дәрісте оқысақ деп отырмыз. Келесі кездескенше қош сау болып тұрыңыздар. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил